Сабақты түсініп қайталау және оқу керек. Разрядтан аттап өту арқылы көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту алгоритмін қолдануды қарастырамыз. 239-ды 2-ге көбейтеміз. Екінші көбейткіш 2-ні бірліктер разрядының, яғни 9-дың астына жазамыз. 2-ні 9 бірлікке көбейтеміз. 9-ды 2-ге көбейткенде 18 шығады. 18 санындағы 8 бірлікті бірліктердің астына жазамыз. Ал бір ондықты ойымызда сақтаймыз. Енді 2-ні 3 ондыққа көбейтеміз. 2-ні 3-ге көбейткенде 6 шығады. Ойымыздағы бір ондықты қосамыз. 6 ондыққа бір ондықты қосамыз. 7 ондық шығады. Ондықтардың астына жазамыз. Енді 2-ні 2 жүздікке көбейтеміз. 2-ні 2-ге көбейткенде 4. Бұл жүздік, жүздіктердің астына жазамыз. Жауабын оқимыз. 478. Баған түрінде көбейту алгоритмін қолдана білсек, нәтижесі әрқашан дұрыс болады.